Әлеуметтік желілерде орыс патшайымының саясатының арқасында қазақ даласына ислам діні келді деген ақпараттар насихатталуда. Осыған жауап берсеңіз. Жауап: Ресей патшалығы әуел бастан қазақтарды шоқындыруға, қол астындағы халықты православие сеніміне енгізуге күш салғаны тарихтан белгілі. Мұны өте көп деректерден көруге болады. Алайда Ресей патшалығы ислам дінін насихаттауға күш салған емес. Ал әңгіме Ресей патшайымының 1788 жылдың 22 қыркүйегіндегі Орынбор мұсылмандары басқармасын құруы туралы болса, оған да тоқталып өтейік. Ол тарихи құжаттың атауы молдалар мен мұхаммедшілердің құқығы, рухани иерархиялық анықтамасы және Уфада оларды басқаратын рухани үйім құру туралы деп аталады. Аты айтып тұрғандай, жаңа дінді насихаттау үшін құрылған емес, керісінше бұрыннан бар жергілікті мұсылмандарды басқару үшін құрылған мекеме. Көптеген тарихи деректерде ондай мұсылмандарды басқару мекемесі кезең-кезеңмен ашылып, саны 4-ге жеткен. Олардың Идаратул Исламия деп аталғаны айтылады. Ол кезде мұсылмандарды басқару орталықтарын құрудың өзіндік себептері болған. Демек, басқарма құрса, патша ислам дінін қолдады деген емес, керісінше өз мүддесін жүзеге асыруды қалағаны. Мысалы, атеистік кеңес үкіметі де 40-шы жылдары бірнеше жерде мұсылман басқармаларын құрды. Және оларды өз мүддесіне пайдалануды қалады. Қазірде кез келген мемлекетте бірнеше діни бірлестіктер тіркеліп қызмет етеді ғой. Сонымен патша үкіметі кезінде құрылған мұсылман діни басқармаларға тоқталсақ. Бірінші Идаратул Исламия мекемесі Уфа қаласында құрылды. Ол Орынбор мұсылмандары басқармасы деп аталып жүр. Мекемені ислам дінін жаю үшін құрды деген ақымақтық пікір. Себебі Уфа, Қазан қалалары ертеден мұсылман қауымының орталығы еді. Бұл жерге ислам діні 10-шы ғасырда келіп, Алтын Орда, Қазан хандығы кезіндегі ислам өркениетінің орталығы болған. Ол жерде бірнеше ғасырдан бері мұсылмандар тіршілік етіп жатқан болатын. Екінші, Идаратул Исламия орталығы Қырым аймағында құрылды. Ал Қырымға ислам 9-11 ғасырларда толық орнығып, 13-ші ғасырда Алтын Орда кезінде ислам өркениетінің орталығы саналды. Кейін Қырым хандығында Мұхаммед Керей, Менді Керей деген мұсылман хандар басшылық жасады. 17-18 ғасырларда Қырымда жаппай шоқындыру саясаты жүргізілді. 1783 жылы Қырымдағы мұсылмандарды реттеу қажеттілігі туындады. Осылайша мұсылман басқармасын құру қажеттілігі туды. Тағы да 2 ислам басқармасы Кавказ аймағында болды. Оның бірі шииттік, екіншісі сунниттік бағытта еді. Ал Кавказға ислам дінін тарату үшін муфтият құрды деген мүлде ақылға сыймайды. Себебі Кавказға ислам діні орыс отарлауынан бұрын келгені белгілі. Ресей діни басқармаларды не үшін құруға рұқсат берді? Біріншіден, 18-ші ғасырдың соңында Ресейде діни теңдікке деген ұмтылыс пайда болып, жаңа мұсылман әкімшілік құрылымының жобасы жасалды. Бұл жоба Ресейде мұсылман дін қызметкерлерінің қызметін бақылауы тиіс еді. Мұсылман басқармаларын төраға немесе мүфти басқарды. Оның 3 қазысы, кеңесшілері мен орынбасарлары болды. Мұсылман басқармасының мүшелеріне негізінен Қазан губернаторлығының татарлары арасынан таңдалды. Аймақтық дін басшылары ахун деп аталады. Бұл қоғамды бақылау үшін, автократиялық басқару үшін де қажет болды.
Осы арқылы жергілікті мұсылман, татар халықтарының тәуелсіздік идеяларын тоқтатуға тырысты. Бұл орталықтар тек діни ғана емес, сонымен қатар саяси мақсатты жүзеге асыруға бағытталған органға айналуы керек еді. Мұсылман басқармалары Ресей үкіметіне, ал 1811 жылдан бастап Ресей империясы ішкі істер министрлігінің шетелдік діндер департаментіне бағынды. Мұсылман басқармаларының мүфтиін үкімет тағайындады. Кейіннен үкімет діни қызметкерлер закон білуі керек, орыс тілін білуі керек деген талаптар қоя бастады. Закон білген молдаларды указной молда деп атап кетті. Осылайша Татарстанды Орта Азиядан, Қырым мен Кавказды Түркиядан алыстатып, халықты өз бақылауында ұстауға тырысты.